Қайырлы күн баршаңызға. Қазақ халқы ас адамның арқауы деп құнарлы, әрі нәрлі тағамдарымыздың қалт-қадірін ерекше бағалай білген. Ұлттық тағамдарымыз тек қана дастарханның сәнін кіргізіп қоймай, адам бойына қажетті дәрумендерді, күш-қуаттарды толтыра білген. Осы озық дәстүрімізді жалпыға паш етіп жүрген біздің тәлімгеріміз Сандық мейрамханасының бас аспазы Манас Манахбатырұлына бірнеше сұрақтар қойып өтсек. Манас мырза, сіз бұл мамандықты қалай таңдадыңыз? Және де бұл мамандықтың кәсіби жолы қандай? Жалпы тамақтану біздің тұрмыс тіршілігіміздің ажырамас бір бөлігі болғаннан кейін, оған қызығушылық та көп болады. Яғни мен өзім ерте кезден бастап шетелдік аспаздарға, шетелдік сондай шоу бағдарламаларды теледидардан көріп, соған қызығушылығымды таныттым. Кейін уақыт өте келе мамандық таңдау кезінде осы тамақтандыру өнеркәсібі мен үшін бір үлкен құпия есіктердің бірі болды. Соны ашып, өзімнің өміріме байланыстырғым келді. Оның кәсіби жолы да өте ұзақ, яғни адам қартайғанша ол кәсіптен күнделікті бір тәжірибе алуы мүмкін. Манас мырза, сізге аспаз мамандығы несімен ұнайды? Бұл мамандық адам баласын ешқашан шаршатпайды. Өйткені біз күнде тамақ жейміз, күнде тамақтанамыз, қуаттанамыз. Яғни күнде бір тағам жей бергеннен қарағанда өзіңнің қызығушылығыңды арттырсаң, ертең басқаша түрін жасағың келеді. Арғы күні басқаша түрін жасағың келеді. Және әр азық-түлікті күнде бір-бірден тани бастайсың. Және олардың саны ешқашан бітпейді. Бұл мамандықтың қиындықтары неде? Мен ойлаймын, бір оңай мамандық жоқ деп. Өйткені ол адам баласына кез келген қабілет қиындықпен келеді ғой. Сол себепті біздің мамандықта денсаулыққа өте қатты мән беру керек. Манас мырза, сіз бұл аспаз мамандығының болашағын қалай бағалайтын едіңіз? Аспаз мамандығы жалпы табысты мамандық және қызықты мамандық. Тіпті десем, қазіргі заман талабына сай қызығушылықтар тіпті артып жатыр. Өйткені заман жаңағыдай инновациялық дамулар бар. Сұхбатыңызға рахмет.